ислам деген ғылым, білім діні. Ғылым дамыған сайын ислам дамиды деген. Біздер білім алып, білімді болу үшін жаңағыдегідей бір араб мемлекеттерінде жаңағы 5 уақыт намаз оқу үшін Меккеге бару шарт емес. Білім алған кезімізде, ғибадат еткен кезімізде Алланың ризалығы үшін болу керек, біріншіден. Екіншіден, өзіміздің ұлт екенімізді, қай ұлт екенін білуіміз керек. Қазақ екенімізді білуіміз керек та. Үлкен архивтер бар бізде. Содағы біздің Шымкенттің өзінде де бар. Сол архивтерін қарасақ, бүкіл біздің ата-бабаларымыздың кітаптары жатыр. Көне Шағатай тілінде жазылған кітаптар бар да. Біздерде қазір көне Шағатай тілін оқыту орталығын аштық. Оның пайдасы көп, өйткені сол бабаларымыздың жазып кеткен кітаптарын оқысақ, керемет дүниелер бар. Емге қатысты болсын, мысалға аяғы ауыр әйелдің оңай босанатындығы туралы айтатын жолдар бар екен. Көне кітаптардың ішінде да, қараңызшы. Біздер оны не істейміз? Кей кезде жаңағы операциялық ота жолымен кесіп алып жатырмыз, баланы шығарып да. Білесіздер, Бұхарада Мир Араб медресесі бар. Тек қана имамдық емес, сала-сала болған екен. Медицина саласы, егіндік саласы, диқан саласы дейміз, қол өнер саласы, ағаш ұстасы деген сияқты нелер болған екен қосымша. Сол бітірген адам сол мамандық иесі болады. Тіпті Яссауи бабамның өзі де келген шәкіртіне айтатын болған екен, бір маман иесі болуды талап етеді деген. Шыңғыс ханның шапқыншылығынан кейін қазақ даласында бытыраңқы болды ғой. Безіп кетіп үйлерін тастап, қаласын тастап, содан кейін сол шапқыншылықтан басылғаннан кейін жан-жаққа бытырап кеткен халықтың бәрі қайтадан елге жиналып, сол баяғы Яссауидің қойған талабы ғой енді. Қанша мүриттер ғой, 100 мыңдаған астам шәкірттері болды. Сол қайтадан елге оралып, біреу егіншілікпен, біреу ұсталықпен, біреу үй құрылысымен, біреу мал шаруашылығымен, тағы сол секілді өнеркәсіптерді дамыту арқылы Орта Азияда қайтадан экономика көтерілген екен. Халықтың жойылып кетпеуіне себеп болған екен. Негізгі мақсатым осындай бағыттар дамысақ дейміз. Оған қазір жолдар ашылып жатыр. Тек қана имам болып, молда болу, садақаның төңірегінде емес, ары қарай дамытсақ, бұның пайдасы өте көп. Мысалға, иманды болған адамның біріншіден өзін құрметтейді, Құдайын таниды, отанына, өзінің отбасына пайдасы бар. Ұрлық жасамаса, зінақорлық жасамаса, пәрәхор болмаса, қандай керемет. Жастарға айтатынымыз, біз өзіміздің қазақ екенімізді, өзіміздің осындай мұсылман екенімізді, ата-бабамыздың мықты болған екен мақтаныш етіп, осы заманға лайықты өмір сүруіміз керек. Абу Ханифа мазхабының да бір ерекшелігі сол. Біздің жаңағы қазақтың салт дәстүрінің көп бейімді жерлері өте көп. Біз өзіміздің дәстүрімізбен, дәстүрлі дінімізді, өзіміз салт дәстүрін ұстана білсек, біз құстың қос қанаты секілді боламыз да. Ешқандай адаспаймыз.